Assalamu alaikum туғандар, ассаламу алейкум жалпы Қырғызстандық менің туғандарым. Қандайсыздар? Мына бүгін Алабұғада бағдават семинарын өткөрүп, елге бағыт тұрғызу семинарын бағыт тұрғызу жөнінде сабақтарды өтіп, еме бүгін Чаткал районының борбору болгон Канышкыяга жөнөдүк. Эртеге Кудай кааласа Чаткал районунда бактабат болот тугандар. Мына тоолорубузду караңыздар, кандай керемет. Кыргыздын жеринин бардыгы керемет менен эле бермет. Муну кармаш керек, ушуну асыраш керек. Ушу бош жаткан жерлердин бардыгын бак кылышыбыз керек. Негизги кыргыздын өзү биринчи профессиясы бак болуш керек. Андан кейін қалғанын ақырын жасайды. Туғандарым, бақ отырғызудан тажабаңыздар. Мына жаз келді, азыр учуру туғандар. Мына мөмөлүү дарақтардың жақшы, тез мөмө бере тұрған сорттарын алып келіп, отырғызып, мына ушул өзүңөргө бақча кылыңыздар туғандар. Ертеге канчалык байлыгың болбосун, мына өзің жаратман болбосоң, бұл бир тиын да. Жоқ дегенде 3 көчөт отырғызып жаратман болойлу туғандар. Жоқ дегенде 3 көчөт. Мына караңыздар, кандай бош жерлерибиз жатат. Бул эми Кыргыздын бардык жерлеринде ушундай бош жаткан жерлер жатат. Ушулардын бардыгын баккылайлы туғандар. Бир дагы сантиметр жер калтырбай, ошонун бардыгына пикир кылып, бардыгын бак кылышыбыз керек. Бұл біздің негізгі ең чоң, бұл жарық дүниеде қыла тұрған жақшылық ішіміз бақ отырғызу болсын. Бардыңыздарды, бұғандар, экологияны жақшыртқаны, экономиканы өстіргені салым қошыңыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.